Лұқпан хакім қиссасы. Алла Лұқпанға қаласаң пайғамбарлық берейін, болмаса ғылым берейін. Қайсысын таңдайсың деді. Сонда Лұқпан: маған ғылым бер, пайғамбарлық тым ұлық іс. Оны менен де ұлық адамдар көтеріп жүреді. Мен ғылымды қанағат етейін. Халықтың көзін ашып жақсылыққа үндейін деп ғылымды таңдапты. Лұқпан хакім қарыз сұраған кісінің бетін қайтармайды екен. Бір кісі одан 1000 теңге қарыз алып, онсыз да бай адам ғой, қарызын бермесем де болады деп ойлады. Ол жолда бір жерге аялдады. Қарыз ақшасы салынған қалтаны бір құс тұмсығымен іліп алып ұша жөнелді. Құс Лұқпанның үйінің үстінен ұшып бара жатқанда түйіншек жерге түсіп кетті. Лұқпан түйіншекті таныды. Борышкер Лұқпанға қайтып келді. Жайын айтып тағы 1000 алтын сұрады. Бұл жолы егер қарыз берсе 1000 теңгесін 2 есе етіп қайтарармын деп ниеттенді. Лұқпан қарыз берді. Борышкер ақшаны саудаға салып 10 есе пайда көрді. Тапқан пайдасынан 2000 алтын алып Лұқпанға келді. Лұқпан оған: бірінші 1000 теңгені алғанда ниетің бұзық болды, сондықтан бұйырмады. Екінші ретте ниетің түзелді. Алла сәтін салды. Береке дарып байыдың. Жақсылықта, жамандықта Алладан келеді. Шын пейіл мен таза ниетті сақтау пенденің парызы. Бағым таймасың десең ниетіңе бекем бол, деді. Осыдан бастап Құдай малымды алса да пейілімді алмасын деген ғибратты сөз қалыпты.